Жақында Түркия мен Сирия елдерінде жер сілкінісі болғанын естіген шығарсыздар. Медиада осы жайлы ақпарат қаптап кетті. Мысалы, ең көп тараған жазбаға сенсек, сейсмолог Фрэнк Хугербитс жер сілкінісін 3 күн бұрын болжапты. Ақпарат қаншалықты рас, бірге тексерейік. Хугербитстің Твиттердегі жазбасын оқып берейін. Ерте ме кеш пе осы аймақта, яғни Түркия, Иордания, Сирия және Ливанның оңтүстік аймағының орталығында шамамен 7,5 балдық жер сілкінісі болады делінген. Хугербитстің орындалған болжамы ұзақ жылғы еңбек нәтижесі ме, әлде жай кездей соқтық па? Сіз қалай ойлайсыз? Сейсмологтар мен геологтар қазіргі таңда жер сілкінісін аз уақытта нақты болжау мүмкін емес дейді. Статистикаға қарасақ, мұндай болжамдар тиімділік жағынан кездейсоқ тұспалдан ерекшеленбейді. Заманауи технологиялар мүмкіндігіне қарамастан, жер сілкінісінің пайда болу механизмі өте күрделі және оны болжай алмайсың. Ол үнемі өзгеріп отыратын факторларды және химиялық әрі физикалық процестерді қамтиды. Хугербитстің өзіне келетін болсақ, бұқаралық ақпарат құралы оны сейсмолог және ғалым деп атап жатқанына қарамастан, оның біліктілігіне қатысты күмән көп. Голландиялықтың профилінде оның күн жүйесі геометриясы ғылыми зерттеу институтында жұмыс істейтіні көрсетілген. Бірақ оның геология немесе сейсмология саласы бойынша ешқандай ғылыми дәрежесі жоқ сыңайлы. Түркиядағы жер сілкінісі туралы болжамды Хугербитс планеталық геометрияның көрсеткішін негізге алып жасаған. Видеоны жазу барысында Түркияда кемінде 12.000 адам қайтыс болғаны хабарланды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.